Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін бізде 5 сынып математикасы оқырмандарым сұрау бойынша 779 есепті қарастырайық. 779 есеп бізде ондық бөлшектерді қосыңдар дейді. Бізде бірінші 0,100-ден 7 қосылған 13,100-ден 23 деген екі ондық бөлшектің қосындысын табу керек екен. Астына жазайық қалғанын. 2 қосылған 4,128 және 18,136 қосылған 7,117. Осылардың біз қосындысын табу керекпіз. Қалай қосамыз? Бөлек жерге есептейміз. 0,100-ден 7 қосылған деп бағандап қосамыз. 13 бүтін санды бүтін санмен үтірден асырмай бір-бірінің астына жазамыз. 23 деп. Не істейміз? Қосамыз. 7-ге 3 қосамыз. 10. 0 жазам 1 ойда. 0-ге 2 қосам. 2 ойдағы мен 3. Үтір қоям. 0-ге 3 қосам 3. 1-ге 0 қосам 1. Яқта 0 бар. Сонда бізде шығады 13,130 немесе 0-іміз түсіп қалады. 3-тен кейінгі 13,3 болады. Келесі екіншісін жазамыз. 9,100-ден 2 қосылған 4 бүтін. Міне бүтіндер бір-бірінің астына жазамыз. 128. 2-ге 8 қосамыз 10, 0 жазам 1 ойда, 0-ге 2 қосам 2 ойдағы мен 3, үтір салам 9-ға 4 қосам 13 шығады. Тағы да бізде 13,3 шығады. 13,100-ден 30 деп жаза аламыз. Болмаса 3-іміз түсіп қалады да 13,3 деп жаза аламыз. Ешқандай да қате емес. Келесі 18,100-ден 36 қосылған 7 бүтін. Міне үтір мен үтіріміз бірге тұру керек, қатар тұру керек. Бірінің астына бірі 117. 6-ға 7 қосамыз 13, 3-ін жазам 1 ойда. 3-ке 1 қосам 4, ойдағы мен 5. 8-ді 7-ге қосам 15, 5-ін жазам 1 ойда. 1-ге 0 қосам 1, ойдағы мен 2. Сонда бізде шығады 25,100-ден 53. Келесі екіншісі 85,100-ден 7 қосылған 3,100-ден 3. 25,6 қосылған 0,100-ден 41. 56 қосылған 0,100-ден 37. Тағы да бағандап қосайық. 85,100-ден 7 қосылған 3,100-ден 3. Міне үтір мен үтіріміз бір-біріне қатар келіп тұр. Арттан бастаймыз, соңынан бастаймыз. 7-ге 3 қосамыз 10, 1 ойда. 0-ге 0 қосамыз 0, ойдағы 1-ді қоссақ 1, үтір қоямыз. 5-ге 3 қосамыз 8, 8-ге мияқта 0, 8 болады. Сонда шығады бізде 88,100-ден 10, немесе 0-іміз түсіп қалды, 88,1 шығады. Келесісін бағандап қосайық. 25,6 қосылған 0,100-ден 41. Бізде мияқта 0 бар. 0-ге 1 қосам 1, 6-ға 4 қосам 10, 0, 1 ойда кетеді, үтір қоям. 5-ге 0, 5, ойдағы мен 6, 2-ге 0, 2. Шығады 26,100-ден 1. Келесі 56 қосылған 0,100-ден 37 дегеніміз бізде былай да жаза саламыз. Негізі бүтін санға бүтін санды қосамыз ғой. Немесе былай да жазайық. Мынада 2,0 деген сөз үтір бар. 0-ге 7 қосам 7, 0-ге 3 қосам 3, 6, 56,100-ден 37. Немесе былай қарайық. 56 бүтін, бізде 0 бүтін. Бүтіндері бірге қосылады. Келесі үшіншісін қарайық. Бірінші 2 қосып алайық. Оңай болады сол кезде. 6,3 қосылған 2,5. 5-ке 3 қосам 8, үтір қоям. 6-ға 2 қосам 8, 8,8 шықты. Мына екеуін қосқанда. Оған қосам 0,7. 7-ге 8 қосам 15, 5-ін жазам 1 ойда. Үтірін қоям. 8-ге 0, 8, ойдағы мен 9 болады. Сонда бізде шығады 9,5. Келесі 9,2 қосылған 3,3-ті қарастырайық. 2-ге 3 қосам 5, 9-ға 3 қосам 12. Сонда шығады бізде 12,5. Келесі жоқ, бала тағы біреу бар ғой. 1,6 бар. Ұмытып кетіппіз. Қате. 5-ге 6 қосам 11, 1 ойда. 2-ге 1 қосам 3, ойдағы мен 4. 1-ге 0 қосам 1, 14,1 шығады сонда. Келесі 0,1 қосылған 9,9.
9-ға 1 қосам 10, 0 жазам 1 ойда, үтір қоям. 9-ға 0 қосам 9, ойдағы мен 10 шығады. Сонда бізде 10 шығып тұр. Оған қосам 1,5, 1,5. 0-ге 5 қосам 5, үтір қоям. Мынау бізде 11. Сонда шығады 11,5. Каналыма тіркеліп кетіңіздер, подписаться етіп, достарыңызбен бөлісіңіздер, оларда есеп қалай шығару керек екенін жолын көрсін, үйренсін. Және алдағы уақытта қандай есептерді тағы да шығарып сіздерге көмектесейін, соны комментария жазып кетіңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар.